Орал Нұрали. Әкемнің аты Мұсалинов Арман. Біз бүгін егерге қамшыны жасалатын жүзтерін көрсетеміз. Біз әке екеуміз жасаймыз. Біз бүгін ұлым екеуміз қамшыны жасауды ұйғардық. Қамшының жасаудың тәсілі: бірінші қара малдың терісін алып тұздайды. Тұздағаннан кейін кептіріп, оны илейді. Бұдан қайыс дайындайды. Қайыс дайындағаннан кейін осындай әшекейлі қамшылар дайындалады. Бұл қамшыны қазақтар бір-біріне сыйлық ретінде сыйлаған. Бұл қазақтың әр төріндерін түсетін құндылығымыз. Қамшының ұстау бір өздерінің әдістері болған. Қамшыны сол қолда салбыратып ұстамаған. Бұл әдепсіздікті, тәртіпсіздікті білдірген. Қамшыны оң қолда жинақы ұстаған. Бұрынғы адамдар жолаушыларға жол сілтеп, жол көрсеткен. Әкем екеуміз қамшының тәсілін көрсетеміз. Бүгін мен бір кішкене қайыс алдық. Қазір 4 өрімді көрсетеміз. Қамшы негізі 6 өрім, 8 өрімнен тұрады. 12 өрім ары қарай жалғаса береді. Қазір біз 4 өрімді көрсетеміз.